Аква шаруашылық туралы заң күшіне енгелі шаруалардың жағдайы жақсарғанын айттық. Шығынға субсидия, шаруашылыққа жеңілдетілген несие бар. Балық шаруашылығын одан әрі қарай дамыту үшін тағы нендей жоспар бар? Оны бізге балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы бас директорының орынбасары Тынысбек Барақбаев тікелей байланыста айтып бермек. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Елде жылдан жылға балық шаруаларының қатары артып жатыр. Мемлекеттік қолдау жемісін берді деуге бола ма? Әрине, мынау енді балық шаруашылығы кенжелеп қалған кәсіптің бірі деп айтсақ болады. Қазіргі таңда мынау үкіметіміздің қабылдаған балық шаруашылығын дамыту бағдарламасының арқасында көптеген кәсіпкерлердің қызығушылығы артып, осы күнде еселеп артып жатыр десек қателеспейміз. Себебі қазір оңтүстік өңірде, Алматы, Қызылорда, Атырау өңірлерінде, Шығыс Қазақстанда жеке кәсіпкерлер мынау балық шаруашылығын өсіруде қызығушылық танытып, жақсы белең алуда. Сонымен қатар қазіргі таңда жалпы айтсақ болады, өзіміздің базар сөрелерінде де балықтың ішкі өнімдері, яғни іште өсірілген балықтардың саны артуда. Себебі сатушылардың өзі осы Алматы облысында болсын, немесе Түркістан облысында болсын, өзімізде өсірілген балықтарды былайша айтқанда дәріптеп жатыр, яғни сатып жатыр. Сонымен де көруге болады. Сонымен қатар мынау одан да бөлек әлеуметтік желілерде мына кіші жаңа бастап келе жатқан кәсіпкерлер өздерінің балықтарды қалай өсіріп жатқандығын, өсіру процестерінің бәрін желі, мынау TikTok болсын, Instagram болсын, басқа да желілерде көптеп шығаруда. Бұның бәрі соның бір бейнесі болып табылады. Яғни өсіріп жатқанымызды, дамытып жатқанымызды, қызығушылығын артып жатқанын көрсетуге болады. Сіздер елде өсіруге қолайлы балық түрлерін ұдайы зерттеп отырасыздар. Ал қолдан өсіріліп жатқан балықтар қаншалықты жерсініп жатыр? Әдетте біздер енді осы климаттық зоналарға байланысты жаңа балық түрлерін және өзімізде өсірілетін балық түрлерін өсіріп, және оның өсу технологиясын одан арман жақсартуына жұмыс жасап жатырмыз. Сонымен қатар қазіргі таңда біздер енді су мәселесінде барлық экономикалық жағын қарастырып отырып, яғни тиімді су ресурстарын пайдалану арқылы бір кішігірім жерде үлкен өнім алатын бағытта жұмыс жасап жатырмыз, және ол технологияларды өндіріске ендіріп жатырмыз. Көп жерлерде бұл технологиялар пайдалануда. Сонымен қатар әрине біздер алпауыт көршілес елдердің технологияларын ескеріп, олардың да тәжірибесін ескеріп, өзімізде жергілікті жерде өсіру мәселелерінде қарастырып отырмыз. Және ол қазір белең алуда. Мысалға, енді бақтақ балығын көпшілігі мынау таусуларында өседі деп, енді табиғи жағдайда таусуларында өседі, бірақ оны қолдан өсіру жағы әбден қалыптасқан, және қазір бақтақ балығының басқа да түрішілік балықтарын әкеліп, осында өсіру барысында технологияларын жетілдірудеміз. Сонымен қатар енді бізде жалпы мына тұқы-тұқымдас балықтардың ішінде көбінде сазан, карп дейміз ғой. Сол тұқы балықтары жалпы өзі 50-ге жуық түрішілік түрлері бар. Соның ең жақсы өсетін және етті болып өсетін, тез салмақ қосатын түрлерін өсіруді біз жетілдіріп және дәріптейміз шаруашылықтарға. Қолдан өсірілген балықтарды үлкен нарыққа шығару бір жолға қойылған ба? Жалпы балық шаруашылығымен айналысу қаншалықты тиімді? Әрине, балық шаруашылығы болсын, жалпы қай шаруашылық болмасын, оны өзінің жұмыстары бар, өзінің әртүрлі қиындықтары бар. Десе де, қазіргі біздің ішкі нарықта жалпы біздің өзіміздің сұраныста үлкен сұранысқа ие болып отыр деп айтуға болады. Себебі бізге белгілі, өзіміз жалпы мемлекетіміз су, өзен, көлдерге бай, және бұл балық саласы, балықты жеу несі дейміз ғой, біздің ұлттық неде бар
Сондықтан бізде қызығушылық та артып отыр. Және сонымен қатар айтуға болады, мынау азықтану институтының жалпы ұсынымы бойынша жан басына шаққанда жылына 14-15 килограммға дейін балық тұтыну қажет әр азамат. Қазіргі таңда енді әрине ол көрсеткішке жетпегенмен де бізде үлкен қызығушылық бар, және егер ішкі өнімімізді артатын болсақ, жаңағы аталған көрсеткішті тұтынуға мүмкіндік болады деп ойлаймын. Түсінікті, рахмет Тынысбек мырза. Тікелей қосылып сұрақтарымызға жауап бергеніңізге. Құрметті көрермен, байланыста болған балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы бас директорының орынбасары Тынысбек Барақбаев.